Баршаңызға қайырлы күн, құрметті Батыр Авто каналының көрермендері. Мінекей сіздермен мен бүгін Жеңіс Нұрлыбай. Бүгін біз Барыс автобазарындамыз. Бүгін жалпы автобазардағы баға нарқы қандай, автокөліктердің жағдайы қалай, соның бәрін сіздермен бірге тамашалайтын боламыз. Ендеше кеттік. Мінекей достар, бұл автобазардың кіреберіс жері. Бұл жақта өз автокөлігіңізбен көруге келетін болсаңыз 200 теңге, ал өз автокөлігіңізді сауда тұрағына шығарам десеңіз 2000 теңге. Ары қарай кеттік. Мінекей достар, біз автобазардың дәл жүрегіндеміз. Мінекей бұл жақта машиналар тұр. Адамдар өте көп. Сатып алушылар қарағанда, сатушылар өте көп автобазарда. Бәрі автокөліктерін жылтыратып дайындап сатылымға шығарып жатыр. Бұл бізде Mercedes 124. Бағасын көрейік. 3 миллион 500 дейді. 2-де 8. 3 миллион 500. Қымбат автокөліктер, бағалар сұмдық. Ары қарай кеттік. Автокөліктердің мінекей тіпті табандарына шейін жылтыратып жүрілмеген автокөлік сияқты. 30-дарды көрейік, мінекей 30-дар. Қанша сұрап тұрсың, Мұрат? 30. Екеуі сатып алушылар келісіп жатыр. 4-те 7, 4 миллион 700, жылы 2002, автомат 2.4. $4 миллион 700-ге дәл қазір Toyota Camry 40-тың орташа состояниедегісін алуға болады жалпы. Тағы бір 30. Сіздікі ме аға? Қанша бағасы? Болатын жер? 4 миллион 700 болатын жер. 4-те 8 деп қойды. Жылы 2004 мотосалонда. Мінекей автокөліктің іші. Әбден дайындалып сатуға шығып тұрған Camry. Ары қарай бізде лупарик. Сыртын пісте маймен майлап қойғанда жылтырап тұр. Да. 3 миллион 800 дейді. На, лупарикті. Ары қарай кеттік. Бізде тағы да Camry. Жалпы базарда Camry'лер өте көп. Бұл бізде көп Camry. 30 2004 жылы 4-те 7 торг дейді. Отметька машины моей самой вместе. Қанша болатын жер? Торг деп қойыпсың.
Договоримся реально, клиент придет. Мен клиентпін ғой. 4,6. 4,6. Неке бұлардың орта бағасы сондай. 4,6, 4,7. Максимум 100 мың түсет. Автокөлікті осылай майлап алып келіп қойып қояды. Жалпы тексерілген, сенімді автокөлік іздесеңіздер, біз описаниеде өзіміздің нөмірлерімізді қалдырамыз. Сол жаққа хабарласыңыздар. Бұл бізде RAV4 2002, қозғалтқыш көлемі 2 куб, бағасы 4.500.000 дейді. Ары қарай тағы да 30, бағасы 4.100.000, жылы 2002. Ақ түсте. Бұл бізде Volkswagen Passat. 2.900.000 дейтін еке. Қозғалтқыш көлемі 1.8, механика қорабы. Ары қарай Mercedes C-шка. C280, жылы 97, 3.200.000. Неке автокөліктің салоны. Мұндай AMG дискларда. Багажы матовый болып кеткен, тіпті боялып. Ары қарай бізде сұр C-шка. Бұл не дейді екен? Қозғалтқыш көлемі 2.2, автомат 95, 2.600.000 дейді бұл. Ары қарай бізде Mercedes 140. Неке 97 жылғы 3.2 қорабы автомат, кожа 4.5 сұрап тұр екен. 4.500.000-ге 140 алар меңіздер ағайын. Комментария қалдырыңыздар. Бұның да бірақ өзінің любительдері болады. Бірақ сонда да 4.5 автокөлікке өте мүмкін емес баға десек те болады. Бұл бізде Toyota 40. Неке бұл 1,6 миллион сұрап тұрған шығар. 5.200.000 дейді. 2.6, 2006 жылғы 2.4 автомат. 100-ге 7 жейді деп тіпті расходына шейін жазып қойды. Неке автокөліктің іші. Мынау крыло боялған. Limited Edition комплектацияда. Неке біз бұрынғай Мерседестердің отанына келдік десек те болады. Қазір бағаларын сұрап шығатын боламыз. Бізде қателеспесем 211, 2007 жылғы, қозғалтқыш көлемі 3.5 автомат, бағасы 5.900.000 дейді ағайын. Неке 5.900.000. Не деген баға, не деген.
мына мерседесті көрейік. Бұлар да әбден дайындаған мінекей сатылымға. Бұл бізде 140 Mercedes Кабан 3/2 дейді. 97 жылғы. Пригнан утром дейді ағайын. 3.650.000. Мінекей сырты автокөліктің. Лупар қанша деп атсың, брат? Сенікі ма? 3,5 миллион. Қай жылға? 98, 3,5 миллион. Объем? Неке достар, дәл автокөлік сатылымның алдында жылтырататын полировка. Осымен жылтыратып алып келіп, сауданың автотұрағына шығарады. Неке. Автокөлік айнадай болып шыға келеді. Боялған, боялмаған білмейсің. Неке, мына Mercedes 211-дің егесі бізге өзінің автокөлігін жақсылап түсіруді сұрап жатыр. Түсіріп шығайық. Неке. Автокөліктің іші, кожалардың бәрін байқап тұрсаңыздар, мінекей, бәрі басынан тігілген, мінекей, восстановить етілген, мінекей. Эко кожадан тіктірген, қайтадан, мінекей, рөлінде байқасаңыздар, қайтадан қаптатқан. Міне тіпті қараңыздар, балонның табанына шейін майлап, сырты бір айна сияқты. Автокөліктің артқы жағын көрейік. Еш артық зат жоқ, мінекей. Саудаға автокөлікті дәл осылай дайындау керек. Мінекей. Автокөліктің запас баллоны. Бұл бізде Toyota Camry 40 Европа R4 дейді, 2006, қозғалтқыш көлемі 2.4, автомат 4 миллион 950 бағасы. Chevrolet Spark дейді. Бұл қыз келіншектерге өте жақсы автокөлік. 2018 жылы 3 миллион 700 бағасы. Қызылордадан келіп. Қызылордадан келдің бе, брат? Мен Қызылордадан келіп, біздің автобазарға алып келіп, автокөлігін сатып жатқандар бар. Арғарай Kia Picanto 2014 жылы 4 миллион 100, қозғалтқыш көлемі 1.2, қорабы автомат. Мінекей. Арғарай Mazda 6. Mazda 13 жылғы екен, 6 миллион сұрап тұр. Қозғалтқыш көлемі 2.5. Ары қарай Mercedes C-шка 2.8, автомат 2 миллион 300.
Желающие разместить рекламное объявление о покупке... Расход топлива скромный. Обращайтесь в Центральный радиоотдел авторынка Борис-3 по центральной аллее напротив кафе Мінекей BMW жанып тұрған. Информация о вашей автомашине услышана. 94 жылғы қозғалтқыш көлемі 4 дейді. 3 миллион 900 бағасы. Қоңыр салонда. Центр народной медицины Альфа. Мындай әдемі дискаларда өзінің. Ары қарай кеттік. Бұл бізде Volkswagen Golf. Golf'тың бағасы 3 миллион 900, 2.8 автомат. Мінекей. Ары қарай. Бұл китайский MG 13 жылғы 2 миллион 500 сұрап тұр. Ары қарай кеттік. Touareg 2004 жылғы 3.2 4 миллион бағасы. Внимание, уважаемые Ары қарай. автомобили. На территории автомобильного Иса деп рынка айтады были бұны. случаи кражи ценных 2 вещей миллион. из автомобиля путем мошенничества. 3 миллион 100 Мошенники, дейді. выдавая себя за Типтроник покупателя, отвлекая қозғалтқыш внимание, көлемі 4.3 крадут дейді. ценные вещи из автомобиля. 2003 жылғы. Убедительная просьба, будьте повнимательны, не спите в машинах с открытыми окнами и дверьми. Держите документы только при Лонг себе. версияда. Всем, Ары қарай. продавцам Kia Rio. автомашин. 17:00. Во все накопители по продажам автомашин 13 входит жылғы охрана для приема 4 миллион в журнале 1.6 под охрану. автомат. В случае несоблюдения правил сдачи автомобиля под охрану, администрация и охрана авторынка ответственность за вашу Nissan машину Tiana. не несет. Убедительная 12 жылғы просьба после 2.5 сдачи 5 автомобиля миллион под 800. охрану покинуть все накопители до 19:00. Көлік кепілдігіне ақша керек пе? Оңай. Шартты сараптама алып, рәсімдеп ақшаңызды қолыңызға ұстатамыз. Көлігіңізді айдап жүр. Звоните прямо сейчас. 70. Ары қарай жалғастырамыз. Бұл бізде Звонок бесплатно. 211 кузов 2008 қозғалтқыш көлемі 3.5 5 миллион 400 сұрап тұр. Жалпы базарда автокөліктер өте қымбат. Өткен бұл жақта сауда деген бар. Бұл бізде Toyota Camry 20 97 жылғы кешіріңіздер. 3 куб бағасы 3 миллион 300 дейді. Ары қарай Chevrolet Aveo Оставляющий свои автомобили в будни механикада екен 3 миллион 550. цели пожарной безопасности 15 жылғы. проблема аккумулятора. Администрация авторынка. Бұл бізде Mercedes Lufarik 1996 жылғы 2.3 автомат 2 миллион 100. Honda CR-V 96 жылғы 2 миллион 650 2 куб. Бұл бізде Lexus RX 300 2002 жылғы 3 куб автомат 4 миллион 500 сұрап тұр екен. Ары қарай кеттік. Ары қарай тағы да W 210 210 кузов яғни E280 бағасы 97 жылғы механика. Ары қарай кеттік. Subaru Auris. Ой, кешіріңіздер, Toyota Auris 2008 1.6 3 миллион 700 дейді. Camry ұрып соғып көріп жатыр. Көрейік. 20 2.2 98 жылғы 3 миллион 200. Ары қарай бізде RAV4 96 жылғы 2 куб бағасын жазбақты. Ары қарай Hyundai Sonata 2 куб. Hyundai Sonata бағасын жазылмапты.
Біз екінші қатарға кеттік. Бұл жақта бізде тағы да Камриден басталады. 5 миллион 200 дейді, 2004 жылы. Европеец 30. Бұл бізде Volkswagen Polo жылы 2019 дейді. Қозғалтқыш көлемі 1.6 автомат, 6 миллион 100 бағасы. 19 жылғы автокөлікті ағайын базарға алып келіп сату деген ол. Білмеймін, әркімнің ойы әртүрлі шығар, бірақ бұларды колесаға қойсаңыз бір 4-5 күнде өтіп кететін автокөліктер. Базардың бір плюсы бұл жақта тірідей көріп, біліп, сосын барып аласың автокөлікті. Егер автокөлігіңізді жылдам әрі безопасно сатқыңыз келсе, бізге келіңіздер. Біз сіздерді автокөлігіңізді бізге тастап кетсеңіз, комиссияға біз сатып береміз. Неке 5 миллион 200 дейді. 2007, 2.4 американец. Ары қарай тағы да 30. $4 миллион 550. Неке бұл минивэн. Мультиван Volkswagen. 2.5, 2004 жылы. Қорабы механика. Қозғалтқыш көлемі 2.5. Бағасы 5 миллион 500 дейді. Бұл бізде Honda Accord, қателеспесем. 2.4, 5 миллион 50. Комплект резина дейді. Так, бұл бізде көк светте Toyota Camry 40. Lexus'тың дискларында 2.4, 4.7 дейді. Неке. Шыбын тайып құлайтындай қып жылтыратып қойған автокөлікті. Ары қарай бұл бізде сотка, мынандай Raptor краскамен жасалған, сырты әбден жол талғамайтын автокөлік, дала жүрісіне дайындалған. Неке бағасын сұрайық. Бағасы қанша аға? Автокөліктің егесі жоқ дейді. Ары қарай кеттік. Бұл бізде Toyota 30, 4 миллион 500 дейді. 2003, 2.4 автомат. Мінеке бұл бізде Prado ескі кузовта 999 жылғы 2.7 қозғалтқыш көлем автомат. Мінеке ары қарай Mercedes C-шка. Сіздердікі ма? 2.4 90. Я. Мінеке нағыз сауданың адамдар, түрік бауырларымыз. Мінеке достар, Camry жоқ қатарда, адамдар да аз. Акцентті көрейік. Сондай акцент 2019
Tiptronic дейді, 6 миллион 250 дейді. 19 жылғы автокөлік. Багажнигінің зазорлар қысылып қапты кішкене. Ары қарай кеттік. 7 орындық автокөлік іздейтіндер өте көп дәл қазір. Таксовкаға екі қала арасында 999 2.4 автомат дейді. Бұл бізде Honda CR-V 2003 дейді, американец, 4 миллион 200. Без вложений дейді. BMW қызығатын болсаңыз, 2 көрейік. Бұл бізде 2006 жылғы 2.5 3 миллион 750 дейді. BMW. Ары қарай Nissan Tiana. Жағдайы жалпы бір көзге жақсы сияқты. Көрейік. Жыл 2014 7 миллион торг дейді. Мінекей нөмірі. Хабарласыңыздар. Ары қарай кеттік. Мінекей. Бұл 30 қанша сұрап тұр екен. Шанағымдағы лактердің бәрі кетіп қалған. Жерлер шіріген, бамперлері. Автокөлік шаршаған екен. Барынша шаршаған. Қай жылғы? Мына бала көрді ғой. Неге түсіріп жүр? 2.4 телеканалға. Бағасы қанша бағасы? 3 миллион 500 дейді. Сұмдық. Жаңағы 3-те 5-ке 30-да алсаңыз, тағы да бір миллион вложение жасайсыз. Сонымен автокөлікті қайттан сол бағаға сатасыз. Nissan Almera 2015 1.6 3.9 дейді. Дәл жаңа 30-дағанша осы Almera'ны алатын мен. Маған салса. О, бұл бізде Батыр авто дейді. Неке Subaru'ға қызғатын тарыңыз болса, бұл бізде Subaru Outback 2007 қозғалтқыш көлемі 2.5 4 миллион 700 дейді. Бұл бізде Forester екен. Кешірім сұрайым. Ары қарай Mercedes C-класс. Бағасы жазылмапты. Ішінде егесі ұйықтауда, өйткені бұл автокөлікті анау айтқан ешкім сұрай қоймайды. Бұл бізде Toyota 40 2006 қозғалтқыш көлемі 2.4, бағасы 5 миллион 100 дейді. Торг деп жазып қойыпты. Міне екі есігінің түсі бір-біріне сәйкес келмейді де. Автокөліктің шанағы шаршаған жалпы.
жарты сағатта бағалап рәсімдеп ақшаңызды қолыңызға ұстатамыз. Көлігіңізді айдап Бізде Toyota RAV4 12 жылғы қозғалтқыш көлемі 2 куб автомат 7.800.000. Саудаласамыз деп қойды. Қазір хабарлас. Біз базардың соңына да келіп қалдық. Ары қарай Kia Sportage Внимание, уважаемые автолюбители! Желающие кроссовері разместить рекламное 2014 объявление о покупке қозғалтқыш продаже көлемі обмена 2 куб автомобилей 7 и миллион. прочее, обращайтесь в Центральный Тридцатка. радиоотдел авторынка Борис-3 по центральной аллее напротив кафе «Уют», ориентир кафе «Колеса». Информация о вашей автомашине услышат в прямом эфире потенциальные покупатели, что увеличивает шансы Сатып алушылар продажи өте вашего көп қарайды, автомобиля. Camry'ді өте көп. Внимание! Внимание! Сатып Продам или алушылардың поменяем басым бөлігі автомашину тек породистых лошадей. Camry көруге Продам или кетеді. поменяем автомашину породистых Ары қарай. лошадей. Телефон 8707 488 53 50. 8707 488 53 50. Ары қарай өзі. Внимание, уважаемые автолюбители! Toyota Light Кафе дейді. «Корсай» приглашает на фирменные беляши от дяди 2 Коли. куб. Я тети Люды, блюдо, Ары қарай домашний BMW вкус. тройка, Всё қателеспесем. вкусно, свежее. Қозғалтқыш көлемі 2 куб 1.700.000. Кафе «Корсай» находится по центральной аллее. Мінекей біз автобазарымыздың соңына да келіп жеттік. Кредит на покупку автомобиля остался кредит. Выдаем, да? Миллионов тенге. Срок кредитования до Мінекей қол көтеріп жатқандар да бар. Звоните прямо сейчас. 7788. Звонок. Мінекей достар, біз Барыс автобазарымыздың соңына да келіп жеттік. Жалпы автокөліктер базарда қазір аз емес, көп десек те болады. Жалпы алдағы уақытта біз осындай көптеп шолулар жүргізіп тұратын боламыз. Сіздің міндетіңіз біздің каналға жазылып, лайк басып, өзіңіздің пікіріңізді қалдырсаңыз, біз алдағы уақытта көптеп осындай жүрілген автокөліктер түсіретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Баршаңызға сәттілік. Сіздермен болған мен, Жеңіс Тұрлыбай. Баршаңызға рахмет.